Ниеттің сейсенбі күнгі тақырыбы бүгінгі қоғамның дертіне айналған масылдық санаға арналды. Өзінен емес өзгеден көмек күтіп, мемлекет жағдайын жасауға міндетті дейтін адамдардың саны қазіргі таңда күн санап артып келеді. Студияның алғашқы қонағы алтын алқа иегері Әлия 9 баланы өмірге келіп, 10-шы баласына аяқ ауыр. Мемлекеттен әр баласына 21 мың теңгеден әлеуметтік жәрдемақы алады. Олар бүгінде қала сыртында 50 мыңға пәтер жалдап күнелтіп жатыр. 9 жылдан бері үй кезегінде тұр. Ал отағасы көлік жүргізушісі болып жұмыс істейді. Қазіргі таңда 477 кезекте тұрмыз. Аз қамтылған отбасылар тізімінде болғандықтан Қарекет қайырымдылық қоры оларға Нұр-Сұлтан қаласынан 60 шақырымдай жердегі елді мекеннен үйдің кілтін берген. Бірақ Әлия мен отағасы бұл ұсыныстан бас тартқан. Себебі қаланың ортасынан мемлекет 5 бөлмелі пәтер беріп қалатын шығар деген үміттері зор. Үйді Қарекет бағдарламасы ұсыныпты ғой, не үшін алмады дегім келеді. Ол 9 баласының біреусіне болса да қалатын еді ғой, шет жақтан болса да. Оған мен бас тарттым, өйткені алыстау болды, өйткені балаларға бола, осы кезегімді күтейін. Басында келісті, басында келісті, үй аламыз, қай жерден болса да деп. Кейін сахнада елдің көзінше ол эфирден жүрді ол концерт. Кейін өкінішке орай сондай жағдай болды. Сол 25 миллионға бір адамға, бір отбасыға, қиналған бір отбасы алып бергенше, 25 миллионға 4-5 отбасы алып бергеніміз. Қай жерден болса да әйтеуір астынан сыз өтпесе, астынан су өтпесе, төбінен су өтпесе деп отырған, шын мұқтаждық көріп отырған отбасыға 4-5 отбасын алып беріп қуантсақ деген ниетіміз. Бұл Қарекет қорынан келген өкіл Ақтөренің пікірі. Иә, әр қазақ баспаналы болса екен деген ниетпен жасалған жақсылық кейде осылай жауапсыз қалып жатады. Ал психологтардың пікірінше, масылдыққа бой алдыру әр адамның өз таңдауы. Жақсы мен жаманды бөле білсе екен. Тойымды білген кезде тойымды білмейтін кездер де болады. Тоқтау болмайтын тұтынушы адамдар болады. Тұтынушы маған бере бер, әкеле бер деп. Бірақ сол әкелген бергеннің қадірін білмейтін кездер, біле алмай кететін кездері де болады адамдардың. Ал бірнеше жерде үйден жуып 6 баласының да ата-енесінің жағдайын жасап жүрген Гүлім мемлекеттік бағдарламалардың тиімді тұстары көп екенін айтты. Кеше ғана қоныс тойын тойлаған Гүлімнің жұбайы қарапайым құрылысшы. Ол ешкімге масыл болмай, өз әрекетін жасап, мемлекет ұсынған бағдарламаны ұтымды пайдаланып, 2% несиемен баспаналы болдық деп қуанышымен бөлісті. 10%-ін құйып, сосын жаңағы 19 жылға алып отырмыз. Біздің ел масылдықпен күресудің жолын іздеп жүргенде, Еуропа әлде қашан кірісіп кеткенін білдік. Қыспақтан кейін, дағдарыстан кейін, қазір үкімет қатаң үнемдеу шараларын бастап, барлық жағынан шығындарды қысқартты, мемлекеттік шығындарды. Сондықтан да бұрын соңды, мысалы, қашан сіз жұмыс тапқанша жұмыссыздық үшін жәрдемақы беріліп тұратын үкіметтен. Ал қазір үкімет соны қысқартып тастады. Әйел адамдардың көшеге шығуы, баспана талап етуі, ақша талап етуінің негізгі бір себебі мынау ер азаматтың рөлін төмендеп кетуі қазақтағы. Осылай талас тартыспен өткен эфирдің соңында студия қонақтары мен сарапшылары масылдықпен күресу үшін әр адам өзінің санасын дұрыс қалыптастырып, жалқаулықпен күресу керек деген тоқтамға келді. Ниет бізден, амал сізден. Армысыздар, тікелей эфирде ниет сіздермен бірге Гүлназ Әлімгерей. Эфир барысында пайдалы, маңызды ақпарат айтылары сөзсіз. Ал сіз құрметті көрермен бізге хабарласуды ұмытпаңыз. Пікір білдіріңіз, сұрағыңызды қойыңыз. Ал біз бастаймыз. Онкология. Дәл осы диагнозды естіген сәттегі күй қандай болуы мүмкін? Таңдау әркімнің өзіне беріледі әрине. Қараңғы түнек, бұлыңғыр болашақ па, әлде тағдыры сынған сынаққа сынбай өзінің дерттен мықты екенін сезіну, жарқын болашаққа деген үміт, ертеңге деген сенім бе? Бүгінгі біздің бағдарламамыз обыр, адам және озық технологиялар деп аталады. Обыр дерті жайлы толыққанды ақпарат алу үшін біз бүгін студияға арнайы мамандарды, дәрігер ғалымдарды шақырттық. Біз бастаймыз. Ғасыр дертінің қандай ерекшеліктерін білген жөн? Алдағы 10 жылдықта адам қандай дертке шалдығуы мүмкін екенін ертерек біле алады. Және дертіне дауа боларында генетикалық зертхана айтып береді. Біз білмейтін обырдың тағы қандай залалы бар? Сүліктің сілекейі қатерлі ісікті емдей алады.
Онкологияны заманға сай әдістермен емдеу мүмкін бе? Обырды емдейтін озық технологиялар жайлы ниетте. Қазіргі уақытта онкологиялық аурулармен диспансерлік есепте 180 мыңнан астам қазақстандық тұр. Жыл сайын елімізде қатерлі ісіктердің 35 мыңға жуық жаңа жағдайы тіркеледі. 14 мыңнан астам адам жыл сайын онкологиялық аурулардан қайтыс болады. Елордадағы ұлттық ғылыми медициналық орталығы 2001 жылы ашылды. Нысан Ұлыбританиядағы корольдік клиникасына ұқсатып тұрғызылған. Орталықта заманауи инновациялар мен оңтайлы емдеу әдістері жылдан жылға қарқындап дамып келеді. Кейбір бірегей технологиялар орталық Азия бойынша тек осы отандық орталықта қолданылады. Жылына стационарда 11 мың адам ем алса, амбулаторлық көмекке 23 мың адам жүгінеді. 2008 жылы құрылған жасушалы технологиялар және транспланттау орталығы орталық Азиядағы бағаналық жасушалар саласында зерттеулер жүргізетін және жасушалы технологиялардың көмегімен пациенттерге емдеу жүргізетін жалғыз ғылыми практикалық бөлімше болып табылады. Орталық қызметкерлері гепатоциттерді, ұйқы безінің жасушаларын, қалқанша безі жасушаларын, хондроциттерді, нейроциттерді, медиаторларды, нейромедиаторларды, фиброобласттарды, бауыр жеткіліксіздігін, бауыр циррозын, қан диабетін, әртүрлі нефропатия мен бауыр жеткіліксіздігін емдеуге арналған бауыр жасушаларын транспланттауды орындайды. Бөлімде жоғары интенсивті фокусталған ультрадыбысты пайдаланумен қатерсіз және қатерлі ісіктерді емдеуге арналған хайфотерапия жаңа құрылғысы пайдаланылады. Хайфотерапия әдісі ағзаның тереңдігіне орналасқан ісікті сау органдарды зақымдамай, байланыссыз тіндерді кеспей толығымен алып тастауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс сүт бездері обыры, бауыр ісігі мен сарысулы ісігі, ұйқы безі мен бүйректің қатерсіз және қатерлі ісіктерін, аяқ қолдардың жұмсақ тіндері мен сүйектерінің обыры кезінде қолданылады. Ауру және адам дертті жеңуге де жеңілуге де түрлі факторлар әсер етеді. Дәл осы диагноздың қыр-сырын зерттеп жүрген, дертіне шипа іздеген адамдарға да сөзімен де, әрекетімен де күш қуат беріп жүрген дәрігер ғалымдар бүгін ұлттық арнаның көрермендеріне тың ақпарат айтады. Алғашқы кейіпкерді студияға шақырмас бұрын бейне ақпаратқа назар аударайық. Ол бірінші екінші сәт деген уақытында келді деген сөз. Иә. Бізге көбінесе бірақ өкінішке орай 1 мен 2 деген өте сирек, 3 пен 4 келеді. Соның 70-80% пайызы. Ана аптада 60 жылғы кеше ғана пенсияға шығыпты, 2-ақ күн болған пенсияға шыққай. Ол кісілердің тамақ жүдеп кетті деп келген, 15 килограмм жүделді. Зерттеу жүргізіп қосымша асқазанның обырын дәлелдедік. Бірақ өкінішке орай бауырына шауып кеткен көп жерге. Енді ол кісілерге мен айту өте ауыр болды. Науқастың өзіне сізге біз түк істей алмаймыз, болса алмаймыз деген. Осындай жағдайлар өте ауыр хирургқа. Мысалы, мен өз әкем ісіктен қайтыс болған. Бірақ ол кезде мен өкінішке орай жұмыс істеген ең басы болатын. 4-5 жыл ғана істеп жүрген. Сол кезде осы уақытқа дейін ойлаймын. Сол әкем операциядан шықпай кеткенде, әттеген өзім сол қазір жасасам аман-есен шығып кетуші еді деп. Сол есімнен қайтпайды осы. Әкем сол онкология больницасында қайтыс болған. Қолынан келген бәрін жасады, Алланың жазған сол болған шығар. Мен өзім ойымда ғана сақтап жүрдім, бірақ ешкімге оны айтып көргем жоқпын жәнегі әкем туралы. Студияға онколог-хирург Бердібек Елшібаевты шақырайық. Келіңіз, Бердібек мырза. Мына жерге жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Негізі онкологиялық ауру түрлерін зерттеп, түрлі сатыдағы осы ауруға операция жасауға әкеңіздің жағдайы себепші болды ма? Енді бір жағынан солай да болған шығар. Мен бұрын жалпы хирургияда институт бітіргеннен кейін Зарян ауданында жұмыс істеп, сол кезде болды ғой, мен әкемді әкеп жүргенмін. Содан кейін облысқа келгеннен кейін Семей облысы, Семей қаласына, ол кезде облыс болатын. Сонда онкологияға сондай мен шешім қабылдадым баруға. 6 жыл общий жалпы хирургияда істеп, онколог болайын деп. Ол кезде әкеңіздің ауырып жүргенін білдіңіз бе? Әкем білдірмей жүрді ғой. Біз әбден сондай созылып кеткен кезде білдік. Нешінші стадиясында? Енді 3 пен 4-тің арасы болды ғой, сол кезде мөлшері. Енді сол өкініш бар ма бойыңызда?
қазір егер енді одан бері көрдіңіз әттең ба? дәрігер болғанымда өзім өмірін араша түсетін едім деп. 90 жылдан бері қарай талай уақыт өтіп кетті ғой. Бірақ дегенмен ол жүректен кетпейді. Жәнегі жағдайлар. Әкенің несі, сондай көмек осы кезде көрсетсем, өзі операция жасасам, сондай аман-есен шығып кетер ме дегенде еске келеді ғой, ойға келеді оның бәрі, әрине. Алдыңызға келген науқасқа әкеме жасай алмаған операцияны жасаймын, өмірін сақтап қалам деген бір ой бола ма? Жоқ, енді ол науқастар әрине қазір әр хирург науқастарын аман-есен алып шығуға тырысады. Енді ол біздің науқастарымыз аман-есен шығып жатқан кезде біз қуанамыз жәнегі. Сол кезде ойлайсың ғой, әкем сол кезде болса ғой, аман-есен шығып кетсе деп жәнегі ойлаған кезде. Әрине біз әр хирург өз науқасын аман-есен алып шығуға тырысады. Ол кісінің абыройы хирургтың. Көбіне нешінші сатысында келіп жатады сізге? Өкінішке орай қазір көбінекей 2-ден асып 3 пен 4-тің арасында көбі келеді қазір. Қазір ақыр уақытта әрине бірінші, екінші сатылар науқастар жиі келіп жатыр, өйткені диагностиканың дамуы бәрі. Ал енді бұрын кезде көбінекей сол 3 пен 4-тің арасы болды. Енді кеш келуіне де себеп бар ғой. Негізі көбіне осындай 2-ші, 3-ші, 4-ші стадияда келгендерге көмек көрсетіп, өміріне араша түсіп, аман алып қалған кездеріңіз көп қой. Әрине, ол практикада бәрі бар ғой. Кейбіреуін аман-есен алып қалды, кейбіреуін болса алмаған жағдайларда болады. Әбден науқас созылып кетіп келген жағдайларда болды. Онда өкінішке орай түк істей алмайтынымызды көрсетеміз, айтамыз оларға. Ал енді көбінесе тырысамыз, қандай жағдайда болса да науқасқа бір қызметімізді көрсетіп, аман-есен алып шықсақ деп, сол біздің ой неміз. Жалпы бұл аурудың белгілерін қалай байқауға болады? Бар ма олар? Жалпы бірінші, екінші сатыда бұл ауру білінбейді. Сондықтан біз енді халық айтатынымыз, ешқай жер ауырмай сау болып жүрген кезде міндетті түрде жылына 1-2 жылда 1 зерттеулерді өту керек деп. Скрининг ауырмаған кезде. Ауырған кезде көбінесе біз айттық қой жәндегі 3-тен асып кеткен, 2 мен 3-тің арасынан асып кетеді уже. Енді бірінші стадияларда оны өзіңіз айтып отырсыз, белгісін байқаймаймыз деп, скринингтен ғана өту керек деп. Тек қана скринингті. Ал былай бет әлпетіне қарап, физикалық жағдайына қарап, осындай дертке шалдыққан деп айта аласыздар ма? Ол тек қана 2-ден асқан стадияларда айтуға болады, малы симптом рака дейді, солдар. Олар пайда болады, бірақ ол көбінесе ол 3-ке таяу сатыларда болады. Ал бірінші стадияда мүлдем аман кісі секілді, сау кісі секілді жүре береді науқастар. Ол білінбейді. Бұл ауруды қазір ғасыр дерті деп атап жүрміз, көбіне адамдар онкологиялық аурулар емделмейді деп шатасады. Жоқ, қазір ол айтуға болмайды, өйткені онкология аурулары, мысалы жүрек ауруларына алсақ, бұрын кезінде айтатын жүрек ауру болса, науқас инфаркт болса, бәрі одан аман-есен шықпайды деп бұрын айтатын. Қазір уақытта мысалы қанша кісілер жазылып 3-4 инфаркт алған кісілер бар, жүгіріп шауып жүр. Сол онкологияға да солай қарау керек қазір. Онкология жазылатын ауру. Бірақ науқас, адам мысалы уақытында дәрігерлерге келіп, уақытында жәнегі емін алса, ол жазылатын ауру. Біздің енді практикада бар, мен 30 жылдан артық істеп жүрмін жұмысты. Қаншама науқастар аман-есен шығып, осы кейбіреулер осы уақытта жүргендер де бар арасында. Оның бәрі неге байланысты? Жәнегі уақытында келгенге режим сақтау, ары қарай толық емді алу, соның бәріне байланысты жәнегі жағдайлар бар. Жақында біздің елдің онкологтары осы қатерлі ісікті жаман ауру деп қабылдамаңыздар деп осындай тұжырым шығарды. Енді жаман ауру деген енді ол біздің қазақ несінде ғана бар ғой. Мысалы, ол басқа ұлттарда мысалы қатерлі ісік не деп, енді біз жаман ауру деп біз өзіміз қойып алдық қой. Бірақ одан біз бас тартуымыз керек, ондай ауру, жаман ауру деген. Бұл аурудың бәрі жақсы жаманы жоқ, бәрі қауіпті адамға. Сондықтан қатерлі ісік болсын, басқа аурулар болсын, оның бәрі емдеген кезде грипптен де адам өліп жатыр, естіген шығарсыздар. Кеше ғана сау жүрген кісі бүгін кетіп жоқ болып жатыр. Сондықтан
жаман ауру деген сөз одан біз құтылғанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Негізі бұл ауруды, диагнозды естіген кезде адам қалай қабылдау керек? Көрдіңіз бе, қазір психология, адам менталитет дейді. Біз жаман ауру дегеннен кейін көбінесе кісілер әгіні туыстары естісе жәнегі науқасқа жеткіздіргісі келмейді. Айтпаңызшы. Соны басқаша, ол енді науқас білу керек. Өйткені ол оның өмірі. Ол қандай көмек көрсетеміз, біз ертең бәрібір мысалы онкологияға барған кезде ол бәрібір біледі. Сондықтан ашық айту керек дейсіз ғой? Ашық айтқан дұрыс болады деп ойлаймын. Түсінікті. Дәл осы жерден әңгімемізді үзіп, қазір сәл ғана жарнамаға кезек берсек, 5 немесе 10 жылдан кейін адам қандай дертке шалдығуы мүмкін, адам организмінде бар, не болмаса болуы мүмкін соматикалық, онкологиялық дерттерді алдын ала зерттеулермен айналысатын ерланның айтары бар. Біз жарнамадан соң бұл тақырыпқа қайта ораламыз. Құрметті көрермен, бұл ниет. Менің жанында онколог-хирург Бердібек мырза отыр. Аға, жаңаға қызық әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Біраз тың ақпарат беріп отырмыз ғой көрерменге. Жалпы сіз ота жасаған ең жас науқас нешеде еді? Енді ол Семей онкология диспансерінде жұмыс істеп жүргем. 90 жылдардың аяғы болу керек. Бір армияда, ол кезде армиядан солдатта кеп, бізге 21 жасында тексеріп қараған кезде асқазан обыр болып шықты. Сол кезде мен енді есте қалған жағдай, жәнегі бала бір несін армияға барып, жоғарғы структурадарға жұмыс істегісі келді органдарға. Сонда армияға барып, сол өткісі келген, бір жылдық. Сол кезде жәнегі ауруға шалынған, бірақ ол бұрыннан келе жатқан ғой, сол кезде белгіленіп, белгілері анық байқалды, анық белгіленіп бізге түсті. Сол кезде біз ол балаға операция жасадық, 21 жастағы. Сонда ең жасы 21-де болды? 21-де болды, асқазан обыры болды. 3-ші сатыда операцияны жасадық. Аман-есен шықты, бірақ дегенмен ары қарай химиотерапиясын алды. Енді ол кезде қазіргі химиотерапияның препараттар онда болған жоқ. Заманның қиын жағдай болатын ол кезде. Бірақ енді 4-5 жылдай артынан мен ол кісі баламен қатынасым болды. Ары қарай білмеймін сөйлем. Қазір білмейсіз, жағдайы қандай екен. Сонда бұл обыр жас талғамайтын болып тұр ғой? Әрине, мысалы сол кезде тағы да бізге 3 жасар бала. 3 жасар бала қалқанша безінің қатерлі ісігімен бізге келді. Бірақ біз баладарға операция жасамаған реттен біз олар өз еркімен Россияға Кемеровқа бар операция жасады. 3 жастағы бала Семейдің тұрғыны, тумасы, сондай біз кездестік. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Себептер көп қой қазір. Соның бірі бәрі жерде дәлелденген экология, полигон, Семей өңіріндегі. Соның бәрі соған зәрдеп болды. Бұл науқастардың барлығы сіз айтып отырған 21 жастағы жігітте, 3 жастағы сәбиде, осы Семей өңірінен ба? Семей, Шығыс Қазақстан сол өңірінен, Сол өңірдің азаматтары көп шалдығады, осы обыр дертіне? Әрине. Статистика бойынша. Қазір сюжет көрейікші? Жақсы. Сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Статистикаға сүйенсек, 2018 жылы Қазақстанда 181 мың адам қатерлі ісікке шалдыққан. Оның 34.585-іне қауіпті диагноз тұңғыш рет қойылыпты. Ресми мәліметтің қорытындысы бойынша пациенттердің басым бөлігі Алматы қаласы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Алматы облыстарының тұрғындары болып шықты. Былтыр қатерлі ісіктен 14.406 отандасымыз көз жұмған. Онкологиялық аурулардан болған өлім-жітім көрсеткіші бойынша Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстары, сондай-ақ Алматы қаласы көш бастап тұр. Қазақстанда онкологиялық аурулардың сүт безі, жатыр мойны, тікішек, асқазан және өңеш, простата безінің қатерлі ісігі сынды түрлері кең таралған. 2018 жылы сүт безі қатерлі ісігінен 315 әйел көз жұмған. Өкпе рагы 754 адамның, ұйқы безі обыры 202 науқастың өліміне себепші болды.
Мемлекет бірқатар скрининг түрлеріне жыл сайын тұрақты түрде қаражат бөліп отырады. 2019 жылы аталған скринингтік бағдарламаларға мемлекет 4,3 миллиард теңге бөлді. Тегін скрининг түрлері олар 40 пен 70 жас аралығындағы әйелдер сүт безі обыры қаупі жоғары топқа жатады. Сондықтан олар маммографиялық тексеруден тегін өтеді. 30 пен 70 жас аралығындағы әйелдер жатыр мойны қатерлі ісігіне тегін тексеріледі. 50 мен 70 жас аралығындағы әйелдер де, ерлер де тоқішек пен тікішек обырына тегін тексеріледі. Байқасақ, обырдың түрлері көбейген. Иә. Шығыс Қазақстан бірінші орында тұр, онкология бойынша. Өзіңіз де семейдің тумасысыз. Радиацияның әсері зор екенін енді осыдан ақ байқауға болатын шығар, иә? Әрине. Ол жақтағы тұрғындар қалай күреседі обырмен? Енді ол күресу бәрі жерде бірдей ғой. Өйткені қазір мемлекеттік бағдарламалар бар, программалар бар, осымен үкіметтің бөлінген қаржылары бар әтек күрінеге, арнайы ем жүргізуге. Бірақ ол өкінішке орай жәнегі 3-4 сатыда келген кезде оның емі толық шипа болмайды. Сондықтан біз жәнегі басқы формаларында осының бәрі уақытында жасалғанда мүлдем науқастар жазылып кетуге мүмкіншілігі бар. 4-ші стадия деп айтып қалдыңыз. 4-ші стадия. Сол сәтті жасалғанда операция бар, иә, осы 4-ші? Енді ол, көрдіңіз бе, 4-ші стадия болғаннан кейін ол бір арнайлы аз жерлерде болған кезде біз оның қазір мүмкіншілігіміз бар. Оны күйдіріп тастауымыз мүмкін, химиоэмболизация дейді, РЧА дейді, неше түрлі жаңа тәсілдер бар. Томотерапия дейді, соның бәрін күйдіріп қазір емдеуге мүмкіншілік бар. Ол бұрын болмаған жәнегі тәсілдер, жаңа технологиялар. Сондықтан қазір 4-ші стадия, 4-ші сатымен күресуге мүмкіншілік бар. Бұрын ондай болмаған қазір. Жақсы. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап көрейік, иә? Сәлеметсіз бе, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Амансыз ба? Мен 2 класста тұрамын. Күйеуім 1 жылдан бері жаңағы почкасында опухоль бар деген, онкологический деген. Одан кейін Павлодарға бардық, шақырды. Павлодарға апарып едім, жоқ, операция қыла алмаймыз. Бұны наркоздан алып шыға алмаймыз деп айтты. Енді біз 2 классында тұрамыз, қазір учетқа алып қойған, оны емдемейді, қарамайды врачтар, онколог врачымыз бар. Соған айтады, білмеймін, енді біздер не қылатынымызды ол учетқа алып қойдық, керек болса таблеткалерді беріп тұрамыз дейді. Сонда мен енді оны қаяққа апарамын? Астанаға направление берді деп бермейді. 2 класс айтады, Павлодарға барасың дейді, Павлодар айтады, жоқ, біз бере алмаймыз оны дейді. Бердібек мырза, түсініп отырсыз ғой, иә? Бұған енді біз қандай жауап берсек? Біз енді біріншіден білмейміз, неге бас тартып отырған емнен. Қазір бізге толық мәліметтер керек. Қай себептен операцияға жарамайды? Өйткені операция жоспарлы... Мен айтайын, бұрын инсульт алған еді, бір аяғы істемейді. Енді жоспарлы түрде ем болу үшін жәнегі көп себептер бар, противопоказания деген. Ол болған кезде ота жасауға болмайды. Ол сол себептен мүмкін ол кісілер сіздерден лайықсы жәнегі ота жасамаймыз деп отырған шығар. Жақсы, Мердібек мырза, мұнда көп салалы медициналық орталықтың директоры отыр. Мұхтар аға, сіз сұрақты естідіңіз ғой. Мүмкін сіз жауап беріп көресіз. Енді бұл жерде жауап жаңағы сараптама жүргізген Павлодардағы облыстық онкология диспансерінің мамандары жаңағы наркозға жаңағы инсульт болса, ол кісіде гипертониялық аурудың белгілері болуы мүмкін. Немесе жаңағы инсульт ол жаңағыдай болып кеткен жағдай. Бүгін күні жан-жақты тексеріп, жаңағы ол кісінің жаңағы медициналық қорытындыларын Алматыдағы онкология ғылыми зерттеу институтына немесе осы Нұр-Сұлтан қаласындағы орталықтарға жіберіп, сондай сараптама жасап, осы жақтағы немесе жаңағы Алматыдағы институттың мамандарымен
кеңес алып, соның тұжырымдамасымен ары қарай шешім жасауға болады. Сол Екібастұздағы анализдер жарап жатыр ма, әлде осы Елорда немесе Алматыға барып қайта өту керек па бұл кісілер? Енді сол жерде Квотаны қалай алса болады? ол квота дейді, оны облыстық денсаулық сақтау басқармасы арқылы жаңағы құжаттары рәсімделеді дағы жіберіледі. Оған қандай құжаттар қажет? Енді жаңа медициналық тексерістердің көрсеткіштері, компьютерлік томография дейді, магниттік резонанстық томография. Енді бұл жерде жаңа сырқаттанған мүшеден анализ алуға мүмкіншілігі Екібастұзда жоқ, ол бірден айтуға болады. Сондықтан сол медициналық тұжырымдамаларды жіберіп, кеңес алып, одан кейін барып шешім қабылдауы болады. Жаңа жүрегін тексерген, неврологиялық тұрғыдан тексергенде инсульттің қандай бүгінгі күнде сырқаттың қалдықтары қандай белгілері бар, соның барлығын сараптау керек. Ол инсульт өтіп кетті, бүгінгі күні егер қан қысымы қалыпты жағдайда болса, қарап көмек жолдарын қарастыруға болады. Аға, енді біздің көрерменде сұрақ көп болуы мүмкін. Егер қандай да бір ақпарат қажет болса, бізде бір ортақ кол орталық бар ма? Онкология бойынша сұрақтарға жауап беретін. Бүгінгі күні әр облыстық онкология орталығында, жаңа ғылыми зерттеу онкология орталығы Алматыдағы бәрінің кол центр дейді ғой, кол орталығы, жаңа телефонын соғып, жаңа кеңес алуға болатын мүмкіншілік бар. Жақсы, түсінікті. Google-ға онкология кол орталық деп терсе, телефон нөмірлер сол жерден шығады дейсіз ғой? Иә, әрине. Жақсы. Біздің студиямызда томотерапия бөлімінің радиация онкологы отыр, Рауан мырза. Қош келдіңіз. Жаңа сюжетті көрдіңіз. Семейдегі осы науқастар көбіне радиациядан обыр дертіне шалдығып жатады. Бұның сіз себептерін айта аласыз ба? Себептері көп. Сізде микрофон бар, сөйлей беріңіз. Бәріңізге белгілі, радиация ол кішкентай дозадан көбірек берсе, онкологиялық қатерлі себеп болуы мүмкін. Ол өңірге байланысты, біздікі Семей облысынан, бәріңіз білесіздер зардаптарды. Негізі радиацияның кері әсерін бәріміз білеміз, барын. Бірақ сіз сол радиацияның оң әсерін зерттеп айтып жүрсіз. Сол туралы мәлімет беріп кетсеңіз. Радиациялық медицина, ол біздің томотерапия. Томотерапия, ол сол фотонды сәулелер арқылы нақты обырға, сау жасушаларға қатерін тигізбей, үлкен дозада бере аламыз. Сондықтан ол бүкіл организмге ол әсер етпейді. Тек қана сол қатерлі ісік бар аймақты жоғары дозада сәулелендіруге болады. Яғни сәулелер арқылы емдейсіздер, Жақсы, түсінікті. Студиямыздың алғашқы қонағы Бердібек Елшібаев бірнеше күрделі оталарды жасап жүрген онколог, хирург. Бердібек мырзаның ойларын тыңдадық, ал біздің екінші кейіпкер ақтышқандарға сынақ жасап, зерттеулерін жүргізіп жүрген ғалым. Неге ақтышқан, неге қара емес, қызық ақпарат айтылады, әуелі экранға назар аударайық. Міне, мынау біздің ДНК фрагменттерін даярлайтын бөлме. Мынау өзімнің әріптесім Жанар. Жанар осы ДНК жағындағы, генетика жағындағы маман. Сосын, мына жерде бір байқап қоятын нәрсе көрдіңіз бе? Бізде әзір жұмыс істеп тұрған кезде бізде дымқылдық, температура бәрі автоматты түрде сыртқа теңшеліп тұр. Мына жерде соның әрқандай сенсорлары бар. Мәселен, қанмен жұмыс істесек, біз мына жерде істеуімізге болады. Бірақ та бүгін біздіке мына жерде қандағы даярлықтарымызды әзір өтіп кеттік. Біз қазір ДНК-ның даярлығына келдік. Так, Жанар, қалай? Бәрі даяр ғой да? Мыналарды алмастырдың.
тура осы лаборатория салынған бірінші күннен бастап келе жатырмын осы лабораторияда. Бірақ та менің бүкілдей осы университетті бастағаннан тартып әзірге дейін оқып келе жатқан мамандығым өзі осы генетикалық жағы. Жапонияға алғаш барған кезде мамандықты талдау өзінің еркінде болды. Ал маған қызық болған нәрсе тура сол мен барған факультеттің профессорының істеген мамандығы клондау технологиясы екен. Мен бір қазақ баламын да, сол кезде жігітпін. Қазақтарға қызығушылығы бір түрлі құрметпен қарады. Ол құрмет менің өзіме сол кісінің оқыған мамандығын оқығым келді. Біздің негізгі ойымыз бойынша адамның бойында мәлім бір әлі де соны іздеудің үстіндеміз. Бір гендер болады, осы вирусты тасымалдайтын. Соны әзір әлемнің ғалымдары да таба алмай жатыр, қайсы ген тасымалдап жатқан. Мен де соны іздеп жүрмін. Күндердің күнде мүмкін мен ол шетелдің ғалымдарынан бұрын тауып қоям ба, жоқ әлде олар бізден бұрын тауып қоя ма? Осы бір бәсекелік бағыт. Осы бойынша біз соны іздеп жатырмыз. Не деп ойлайсың, мынау біздің денкамыз осы. Міне, бүкіл қана 5.000, мынаның ішінде біз қазір әлі ешқандай нәрсе жасамадық. Мынаның ішінде миллиардтаған молекуля бар. Біз осының ішінен тек қана ең соңында бір 500 миллион молекуляға анализ жасап шықсақ, біз өзіміздің бойымыздағы бүкіл информацияны біле аламыз. Ерлан мырзаны шақырайықшы студияға. Төрлетіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет. Жаңа видеодан байқадық, сіз Жапонияда қорғапсыз, докторлық диссертацияңызды. Біраз шетелді араладыңыз, тәжірибе жинақтадыңыз, негізі осы онкологиямен әлем қалай күресіп жатыр? Қазір оған істетіп отырған бағыттар өте көп. Соның ішінде қазір бірден бір өте тез тиімді бағыт. Осы қатерлісік қой негізі. Қатерлісікті келтіріп тұрған нүкте қайсы жерде. Соны тауып соған блок қою. Оны біз қалай іздейміз? Оны былай іздеп біз таба алмаймыз. Тек қана генетиканың жолымен барамыз. Ол әрбір геннің функциясы қаншалық дәрежеде адамның организміне, тірі организмге қаншалық дәрежеде дұрыс қызмет етеді. Қандай бір мүмкіндікте ол өзгеріске ұшырап, керісінше адамға бір қатерлісік тудыратын жағдайға апарады. Соны іздеп жатсыздар, зерттеп жатсыздар. Сондай мутация деп айтады. Бұны генетик мутейшн деп айтады ағылшын тілінде. Генетикалық мутация. Оны қазақша айтсақ, генетикалық өзгерістер. Осы өзгерістердің ішінде жағымды, жағымсыз түрлері болады. Нейтралды түрлері болады. Мәселен, менің өзімді алып айтатын болсақ, менің өзімде миллиондаған мутацияны алып жүре аламын. Бірақ бұл нейтрал. Менің күнделікті организміне ешқандай тәсері болмайды. Кейбір адамдарда болады, жаңа біз айтып отырмыз, сүт безі рагы, немесе бауыр рагы, ашқазан рагы. Осындай кездерде кенеттен бір геннің тізбегіндегі өзгеріс, басқа бір белоктың туылуын, жаңадан бір белоктың қалыптасуын, немесе осы белоктың зат алмасуына кері әсерін туғызу арқылы клетканың ішінде жиналу пайда болады. Ол жиналу қан ағыстарына барып кедергі алады. Ол қан ағыстары организмнің қалыпты жұмысына кедергі болады. Осыдан барып, ол біздің соматикалық аурулар болып, жаңағы қатерлісік болып шыға келеді. Егер біздің организмде сол клеткалар бар деп айтады ғой, енді кез келген адамда, сөйтіп жаңағы асқындыру мүмкін дейсіз ғой, Иә. Ондағы асқындыру болған кезде, мәселен, сізде, мен де қазір біздің тура осы отырған кезде біздің клеткаларымыз біздің денеміздегі кез келген рактармен күрестің үстінде тұр. Соғысып жатыр. Олар бізді атқылап жатыр, біз оларға қарсы соғысымызды апарып жатырмыз. Иммунитет жұмыс істеп жатыр дейсіз ғой. Иммунитет тоқтамай жұмыс істеп тұр. Біздің елде осы обыр деті аурулардың көшін бастап тұр. Не себепті? Оны біздің Қазақстанда ғана ол қатерлісік өте жоғары деңгейде тұр деп мен айта алмаймын. Бұл бүкіл әлемдік ауқым. Мәселен, басқа елге барсаңыз да, олар да өздерінің еліндегі осындай статистиканы жасап шықса, басқа елмен салыстырғанда да оларда да жоғары орында тұрып жатады. Бұған менше көптеген факторлар әсер етеді. Біздің елде не әсер етеді бұған? Климат па, жеп жатқан тамағымыз дұрыс емес пе? Көңіл күй, стресс, не бұл?
өзіңіз жауабын айтып болдыңыз әзір. Ол стресстен де болады, иә. Тамақтанудан да болады, демалудан болады. Мәселен, тура біздің үлкен енді ауылдардағы жағдайларды мен жақсы білмеймін, себебі ауылдарда ондай адамдарды барып мен неден болып жатыр деп қарап көрген жоқпын. Бірақ осы медицина жұмысының ішінде осы бір қанша уақыттан бері жүрген кезде менің байқағаным қаланың ішіндегі нәрсе. Расында бірі тамақтану, екіншісі дұрыс демалмау, үшіншісі меніңше біздің қазіргі адамдар сәл нәзіктеу деп ойлаймын. Кездесіп жатқан стрессті бір дұрыс қабылдай алмайды. Өте үлкен алып алады деп ойлаймын өздеріне. Сол нәрсенің барлығы да өзіміз байқамай қаламыз. Кенеттен ол стресске бір жайбарақат қарап тұрған ген кенеттен секіріп шығатын жағдай жасайды. Ал осы ген бір актив жағдайға кіріп алғаннан кейін сіз оны қанша еркелессеңіз де ол сізді тыңдамайды. Ол жиналыс өзінің қызметін, кері қызметін жасай береді. Сол барып біздің организмге сырттан көрінетін жағдайда тәсер қылған кезде біз барып ойлаймыз, енді барып тексерілейін деп. Сонда жаңағындай айтып отырғандай біз екінші, үшінші стадияға жетіп алған кезде. Ерлан мырза, енді негізгі бағытыңыз сіздің лейкемия, аққан ауруын зерттейсіз, осы зерттеулер нәтижесі неге жеткізді сізді? Қалай анықтап жатсыз? Қазір әлі де көп іздену қажет қылады. Бұны қазір алғашқы... Нүктесін қойған жоқсыз әлі? Бұл да себебі жаңа айттық қой, көптеген факторлар жан-жақтан әсер қылады. Мәселен, оны біз генетикамен байланыстырып айтсақ, бір ген вирусты тасып, мәселен, клетканың ядросынан сайтоплазмасына әзір жеткізсе, осы жердегі продуктысын жасайтын басқа ген келіп, соны бұзып тастайтын жағдай болады. Бұл кезде лейкемия ары қарай жүрмей қалады, мәселен, ол сол жерде қалады клетканың ішінде. Сол бір клеткамен бір өледі. Ал енді кей кезде оған тағы басқадай бір ген келіп тәсерін қылған кезде бұл клетка өлмей қояды. Ол өлмей өрши береді көбейіп. Осы апарып біздің қатерлі ісікке әкеліп соғады. Сондықтан бұл тура осы лейкемия ауруы, мәселен, әрқайсы елде сәл басқаша екен. Менің байқағаным, біздің жағдайымыз сәл жапондықтармен зерттеп отырған жағдайға дәлірек келеді. Себебі қандай жағдай? Жапонияда да атом жарылысы болған жер. Біздің Қазақстан топырағында да атом ядросы. Өзіңіз білесіз, бір атомның энергиясы оны тек қана былай айтсақ, тіршілік организміне беретін оның энергиялық әсері өте үлкен. Ол бір жолда бүкіл организмнің құрылысын бір рет өзгертіп қайтадан қалпына келу деген сөз. Ол бір өзгеріске кеткен нәрсе қайтадан қалпына келу, ол өте нәзіктікті, өте үлкен күшті. Ерлан мырза, сіз осы адамдарға қарасам, мен адамды емес, санды көрем деп айтады екенсіз, сөйтіп айтам. Ол қалай сонда? Менен бір сан көріп тұрсыз ба қазір? Сіз емес, мен өзім де цифрмын. Солайша айтсақ, біз менен қандай цифр көріп тұрсыз? Мәселен, сізде, менде ұқсас 30 миллиардтық амино қышқылдарының тізбегінен тұрамыз. Ал бізде қазір біз көптеген нәрселерді компьютерлер арқылы қараймыз да. Сонда мәселен, мен сіздің геніңізге анализ жасаған кезде, мен ол тек қана қанды немесе басқа бір плазма секілді нәрсе мен көре алмаймын оны. Оны өзіме көретін нәрсеге әкелу үшін оны мен бір химиялық элементтердің бір цифрлану белгісіне әкеліп қарауым керек. Сол кезде сіздің басыңыздан аяғыңызға дейін осылай қойып қойған цифр болып шығады. Қандай аурулар бар екенін айтып бересіз ғой? Енді ол қызық, оны іздеген кезде сен ойлайсың. Ол ауру тапсам деп ойлайсың. Бірақ ол ауру табу қызық емес. Ол цифрларды қараған кезде саған ол ауру табылса да саған қызық емес. Себебі оны қарап шыққаннан кейін сонда барып сезінесің, расында мына кісіде мына ген өзгеріп тәсер қылды. Сол кезде барып сен келесі саған осы анализ жасатып отырған адамның жағдайын сонда ойлайсың. Мына кісінің цифрларында маған ұқсамайды. Мына жерде мынандай нәрсе. Бұл енді өте үлкен даталық базаларымен қараймыз бұны генетикада. Қызық. Соның бәрін салыстырып келген кезде, мәселен, мына кісінің бауырында мәселе бар. Немесе мына кісіне қуық безінде, немесе жатырында, бір ішегінде деп шыққан кезде, мәселен, жеке өз басым үшін түк те ол қуанышты нәрсе болмай қалады. Әттеген-ай, мына кісі қайдан алып алды екен деп, басын қасып қаласың. Ал енді бұлай бәрін қарап шыққан кезде, ол ешқандай бір өзгеріссіз өткесе, бір жағынан қуанып отырасың.
мына кісі таза екен, не дұрыс екен деп, денсаулығы Иә, жақсы. иә, Мгм. иә. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Сәлеметсіз бе? Мына тақырыпты қозғағандарыңыз маған қызықты болып жатыр. Менің бір сұрағым бар еді мынау. Қоя беріңіз. Зобқа байланысты, алтын безіне байланысты. Мен 2009 жылы сол 4-ші степияға барған жерінен операция жасатқам Астана қаласына. Сол енді осыдан 2 жыл бұрын бекен, 3 жыл бұрын бекен, 2 жыл бұрын ғой деймін, барып Астанаға қайтадан қаратқанымда неге түскенімде, сонда 10 сантиметр бар деп сүйдейді, өсіп келе жатыр деп. Соның несін білейін деп едім. Не себепті өскенін білгіңіз келіп тұр ме? Иә, сол қалай неге себепті өскен. Енді мынау екі жағында алдырып тастаған, енді сол жағындағы 10 сантиметр өсіп тұр. Жақсы. Қайсыңыз жауап бересіздер? Бұл кісілердің бәрі бірінен бір өткен дәрігер мықты. Ал, Мұхтар аға, өзіңіз. Бұл енді қалқанша безінің ұлғаю, үлкею себептері әртүрлі болады. Ол бірінші жаңағы йод жетіспеуліктен, одан кейін жаңа менің әріптестерім айтқандай радиацияның әсері деген, радиация ең бірінші сол қалқанша безге әсер етеді. Енді бұл жаңағы телефон соғушы қай жерден екенін айта алмаймыз, айтпағаннан кейін бірден. Ол жаңағы Қостанайдан хабарласып. эндемиялық зоб дейді, жаңағы қалқанша безінің үлкеюі. Ол жаңағы суда йод деген элементтің жетіспеушілігінен ол қалқанша без ұлғаяды. Өйткені жаңағы қалқанша безінің гормондары жетіспегендіктен жаңағы адамның ағзасы сол мүшелерді үлкейтіп, соның соңында жаңағы қанға баратын гормонның көлемін қалыпты жағдайға келтіру үшін жаңағыдай ағза соған сондай жауап береді. Енді бұл кісіде ол жасалған отада, мысалы, егер қатерлі ісік болса, онда толық қалқанша безін алып тастайды. Ал жай үлкею диагнозы қойылса, қатерлі ісік емес. Онда жаңа қалқанша безінің кейбір бөліктері қалуы мүмкін. Содан қайтадан өсіп, жаңағы бұл кісі оны алып тастағаннан кейін жаңағы алмастыру терапия дейді, заместительная гормонотерапия. Оны бұл кісі алмаған болуы мүмкін. Сондықтан қайтадан жаңағыда ағзасы соған әрекеттер жасап, қайтадан сол қалқанша бездің қалдық тіндері қайтадан өсуі мүмкін. Бірақ бұл жерден зерттеу керек. Ол осыдан талай жыл бұрын алынған нәрсе, қазір ол жерден дәрігерге барып көріну ине арқылы анализ алып, соған Рахмет аға жауабыңызға. Құрметті көрермен, Ерлан мырза неге қара тышқандар емес, неге ақ тышқандарға зерттеуін жүргізіп жүр? Бұл туралы біз шағын жарнамалық үзілістен соң айтамыз. Құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет. Біз бүгін онкология тақырыбын қозғап отырмыз. Ерлан мырза, әлгі тышқандарға оралайық. Жақсы. Неге сіз зерттеулерді қара тышқан емес, ақ тышқандарға жасап жүрсіз? Енді тышқанның да әрқандай тұқымы болар екен. Мені оны Жапонға барғанда бірақ білдім. Одан бұрын енді жай бір сұр тышқан немесе анда-санда бір ақ тышқандарды көріп қалатынбыз да. Сосын мені мұғалімдермен сөйлесіп отырған кезде сол тышқандардың жайлылығы туралы сөз айтты. Сосын өзім де тышқаннан қорқамын мысалы. Сосын маған біраз тынышырақ қорқып жүрген адам қалай зерттеу жүргізеді? Иә, сосын сол тышқанның енді жуасы бар ма деп сұрадым ғой. Сұрасам, менің қасымда Сузуки дейтін сабақтасым бар. Ерлан, мен қара тышқанды істеп жүрмін. Болмайды екен деймін. Өте тынышсыз, тырнап тістеп алады, оны көрсетті, неше рет. Енді біз ол тәжірибеге істетіп жатқан нәрсе оған екен, обязательно міндетті түрде ол өзіміз бірдеме болып қалдық па деп, себебі өзімізді алдымен қорғауымыз керек қой.
мен енді ойладым енді осы беті келіп осы Жапонияда бір тышқаннан таяқ жеп былай болып қалмайын. Өзіңіз қалжыңбас екенсіз. Сосын сол біраз тышқандардың тұқымын қарасақ, Австралия Сиднейда болатын бір ақ тышқан бар екен да. Сонымен соны алдырдыңыз ба? Иә. Ақ тышқанды. Иә, бір жұмада алып келді. Сонымен осы оның тәртібі қандай екен? Қара тышқанға қарағанда. Ода сондай тыныш тышқан емес, бірақ сол Жапонияның ақ тышқанын екеуінен будандастырып шыққан тұқымы өте жуас болады екен. Ол қашып та кетпейді, сол алақаныңа салсаң, алақаныңда жүреді. Иә. Иығыңа қойып қойсаң, иығыңда, қалтаңа салсаң, қалтаңда отыра береді. Қалтаңда да отыра береді. Ал маймылдар ше? Маймылдар да бізге ұқсайды ғой гендері. Иә, расында, ода маймылдармен өзімде кей кезде біраз намыстанамын, маймылға ұқсаймыз, маймылдан жаралғанымыз деп айтса. Генімізде былай қарасаң, уже цифрларын қарасаң, 95%. Не ренжисен сіз, бәрін біліп отырсыз ғой, көзіңіз жетіп. Енді маймылдың жаңағы тәжірибенің қауіпсіздігін ойлау жағы да бар ғой. Сосын маймылды ұстау өзі де бір ыңғайсыз нәрсе. Ол енді ағаштың басында қашып кетеді. Одан кейін оның хромосомасы бізге қарағанда бір жұп артық. Ал мына ақ тышқандар? Ақ тышқандар бізге қарағанда бір жұп кем. Кеммен жұмыс істеу ыңғайлырақ? Кеммен жұмыс істесек, ол сәл шағын, қысқарақ болады геннің информациясы. Өзі шағын кішкентай тышқан? Керек кезде алып шығасыз қалтаңыздан. Зерттеуіңізді жалғастыра бересіз. Отыра салып. Сондай тиімділіктер міндетті түрде. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Есіміңіз, сұрағыңыз, тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Менің есімім Нұржамал, Қызылорда облысынан хабарласып тұр едім. Менің анам бар еді қазір аққан ауруымен, лейкемиямен учетта тұр, 4-ші химиясын алып болған. Енді сол кісіге жазылып кету мүмкіндігі зор ма, соны білейінші деп едім. Қазір жалпы жағдай қанағаттанарлық деп берген. Ерлан мырзаға сұрағым. Сіз желіде болыңызшы, Ерлан мырза, сіз зерттеп жүрген аққан аурумен ауырады екен мамасы. Түсіндім. Өте жақсы сұрақ. Сосын және бір жағдайды айтайын. Осы келер жұманың ішінде мен және де бірнеше мамандармен бірге осындай осы аққан ауруына бағытталған бір үлкен генетикалық панелдің сынағын жүргіземіз келер жұманың ішінде, Алла бұйырса. Оның ішінде осы аққан ауруын қозғап тұрған ген қайсы дейтін нәрсені іздестіру болады бізде. 4-ші химиясын алыпты анасы. Мұхтар мырза, жазылып кетуге жаңағы мүмкіндік бар ма деп сұрап жатыр ғой енді. Енді бұл жерде аққан ауруының бірнеше түрлері болады. Енді бұл кісінің анасы орта жастан асқан жаста болса, оның ішінде жаңағы созылмалы миелоидтық лейкоз көбінесе сондай болады ол жаста. Ол енді жаңағы лейкемияның ішінде ем тәсілдері, ем әдістері қолға алынған сырқаттың біреуі. Менің ойымша қазір осы біздің елімізде ол жақсы жолға қойылған емдер жолының біреуі. Жаңағы Алматыдағы ғылыми зерттеу институтында, осы біздің Нұр-Сұлтан қаласындағы сол жағалаудағы ғылыми зерттеу онкология орталығының мамандарының жаңағы меңгерген емдерінің жолы. Сондықтан енді бәрі Алланың қолында дейміз ғой. 4 кезең химиотерапияны алса жақсы болып кету керек. Енді ол тағы да жаңа орталықтардың мамандарымен кеңес алу керек. Бүгінгі күні Қазақстанда осы лейкемияның түрлерінде, кейбір түрінде қан кемігі дейді ғой, сүйектің кемігінің жасушаларын трансплантациялау қолға алынған. Сол енді ол бірақ диагнозына байланысты, аурудың ағымына байланысты, сырқаттың жасына байланысты әртүрлі жолдары бар. Сондықтан жаңағыдай кеңес алып, ары қарай емін жалғастыру керек. Түсінікті. Бізді көрермен тыңдап отырса, Мұхтар мырза тыңғылықты ақпарат берді. Ерлан мырза, сіздің зертханаңыздағы чиптер арқылы адамдар өзінің 5-10 жылдан кейін қандай ауруға душар болатынын біле алады. Солай ғой? Соған негізделген деп айтуға да болады. Тек қана 5-10 жыл емес, қазіргі жағдайында білуге болады өзінің.
немесе бұдан сосын оған қандай ем шараларын қолдануға болатынын айтасыздар. сол жағындағы бағытқа да көмек кеңес бере аламыз. Сіздің жетекшілігіңіздегі генетикалық зертхана тек әлемнің дамыған елдерінде ғана бар. Орта Азияда бізде. Бұл үлкен жетістік қой. Иә. Мұны мысалға біздің көп көрермен біле бермейді ғой. Менің өзім осы жақында ғана естідім бұл туралы. Оны олай айтатыным, біз осы лабораторияны қазір іске қосқанымызға жаңа 3 жыл болды. Жабдықтау, соның реагенттік жағын. Ал осы 3 жылдан бері біз не істеп жүрдік? Оның алдында және 5 жыл уақыт біз әрқандай елдің лабораториясын түгел қарап шықтық. Біз қандай көлемдегі лаборатория жасап шықсақ, генетикалық лаборатория, біз Қазақстанның жан санын, біз мәселен жалпы жан санын білеміз, 17 миллион халықты толықтай есепке алу керек. Осы кісілердің бір уақыттағы сұранысын қанағаттандыратын қандай лаборатория жасау керек деген нәрсе. Мәселен, біз басында біздің центрдің директоры Абай Қабатаевич Байгенжі мырзаның өзі тіке тапсырма берді маған. Біз осыны құрғанға дейін 5 жыл бұрын, мәселен, Италияның, Францияның, және Жапонияның, Кореяның бүкіл осы генетикалық лабораторияларын, Қытайдың қарап шықтық. Соның өлшемдерін жасадық, әртүрлі мамандар. Сонда жасап келгенде біз қазір құрған лабораторияның ауданы бойынша қарасаңыз 200 шаршы метр ғана. Бірақ ол расында біздің 17 миллион, дәл Қазақстан өзімізді ғана алып айтатын болса, 17 миллион халықтың кез келген сұранысына, анализінің сұранысын қанағаттандыра алады. Сіз осы айтып отырған орталық әлемде бар. Американың өзі НАСА ғарыштық зерттеу агенттігінің ғарышкерлері сол жерден скринингтен өтеді екен. Иә, бізден өтеді, себебі ол тек қана біздің лабораториямен қатысты нәрсе емес. Себебі біздің орталықтың сол медициналық деңгейі, олардың осы әлем медицинасының назарында тұрғандығын көрсетеді деп ойлаймын. Расында ондай НАСАның әлем астрономдары келіп өздерінің скринингісін жасап жатады. Бұның әр қандай бір уақытта өздерінің бір орналастырулары болады. Мүмкін оған мен қатыспауым мүмкін, басқа дәрігер қатынасуы мүмкін. Әр қайсының сол астрономның өзінің сұранысына қарай біздегі мамандарды солай орналастырып, ол біздің центрде өтеді. Біздің центрге бір сапарлап барып жатсаңыз көресіз, сол жерде сол НАСАның астрономдарының өздерінің фотоға түсіп қойған қойылымдары бар. Жақсы. Біздің келесі кейіпкеріміз онкологияны жаңаша әдістермен зерттеп келеді. Қарсы алыңыздар. Ерлан Мақсұтұр. Ернар Мақсұтұр. Қош келдіңіз. Тілең ерекеңдер жиналып жатыр студияға. Сіз туралы ақпарат біліп алайық, сосын әңгімеміз бастаймыз. Ернар Орда, 25 жаста. Радиацияны медицинаның игілігіне пайдаланып жүрген жас физик. Шетелде білімі мен біліктілігін шыңдап келген маман томотерапия бөлімінде қызмет етіп келеді. Маған жүктелген міндет қателесуді кешірмейді деген маманның қызметі күрделі математикалық есептеуден тұрады. Физиканың медицинаға беретін әлеуетін арттырып, адамзаттың пайдасына еңбек етуді мақсат тұтады. Ернар мырза, сіз мынау ядролық физик екенсіз, иә? Бұл жұмыс сізге несімен қызық? Мен өзім кішкентай мектеп оқушы кезінен осы физика саласын тек ядролық физика бағытына барғым келді. 9-шы класстан бастап. Онда мені қызықтырған ол шексіз энергия, энергияны алудың жолдары, сутек энергиясы. Сол кезде енді балалық арман болды. Осы энергияға қол жеткізсем, осыны термоядролық синтезді жасай алсам деген. Кейін өсе келе мамандыққа түсіп, оның басқа да жолдарын көріп, оның барлығы фундаменталды ғылым дейміз ғой, фундаменталды ғылым, және оның қолданбалы салалары бар. Соның бірі ол медициналық физика, және осыған өз ойымен қызығушылығымен келіп жұмыс жасап жатыр. Жақсы. Сіздің жұмысыңыз негізі доза тағайындау, иә? Осы онкологиялық науқастарды емдеуге. Кішкене доза тағайындаумен ол дәрігерлер жұмыс айналысады. Дәрігерлер ол пациентті көріп, барлық диагноздарын қойып және емдеу үшін белгілі бір мөлшерде доза тағайындайды. Доза тағайындау жұмысы ол дәрігерлерде, ол менің әріптесім Рауан
айналысса, мен сол дозаны жеткізудің жолдарымен алсам. Ол бізде аппарат, томотерапия аппараты, Hi-Art HD, сол арқылы жүзеге асады. Оны күрделі математикалық және физикалық есептеулер, оның барлығы тек компьютерлік жүйелерде жүзеге асады, және сол арқылы біз дозаны жеткіземіз аппаратты. Жұмысыңыз өте күрделі екен. Рауан мырзамен, яғни бірігіп жұмыс істейсіздер. Солай ғой? Тек медициналық физик ол міндетті түрде дәрігермен бірге бір командада жұмыс істейді. Рауан мырза, сізді дозаны тағайындайды деді? Негізі сәл де болса доза артып кетсе, ол өте қауіпті науқастың өміріне. Солай ғой? Әрине қауіпті. Оны осы әріптестеріміз, физик мамандар қадағалайды. Бірнеше тексерулерден өтеді. Айтып берсе болады өзі. Айта қойыңызшы, ол қандай тексерулер? Дозаны бірінші дәрігерлерден тапсырма алғаннан кейін осыншама доза мөлшерде жеткізілу керек. Осындай органға немесе клеткаларға оның контурларын сызып бізде компьютерда көрсетіледі, және оны біз бірінші компьютерда симуляция ретінде ғана жасаймыз, тек қана компьютерда, бірақ ол жеткіліксіз. Өйткені компьютерда ақаулар мүмкін, техниканы ата техника, сондықтан оны біз бір детекторларға жеткізуіміз керек. Аппараттың сол біз жасаған план жоба бойынша жұмыс жасауын көз жеткізу, ол детекторларда жүзеге асады. Бізде соған арналған әртүрлі фантомдар бар. Және пациенттердің жоспарлары ол дельта-4 деп аталатын фантомда жүзеге асады. Ол детектор матрицалардан тұрады. Сол доза жеткізілген кезде ол компьютерлік программада бізге қанша мөлшерде қалай жеткізілгендігі туралы ақпарат береді. Ернар мырза, енді сіздің айтып отырғаныңыздың барлығы бәлкім осы жерде отырған ғалымдарға, медиктерге, дәрігерлерге түсінікті шығар, бірақ көрерменге ол сәл түсініксіз де болуы мүмкін. Томотерапия туралы айтыңызшы, Рауан мырза. Томотерапия ол сәулелік емнің бір түрі. Яғни тома аппарат арқылы, сәулелер арқылы қатерлі ісікті сәулелендіру. Осы Орта Азияда біздің орталық тек қана бізде бар, Нұр-Сұлтан қаласында. Яғни бұл былай, пышақ тигізбейсіздер? Пышақсыз сәуле. Сәулемен ғана емдейсіздер, белгілі аймаққа дәлдеп радиацияның дозаны жеткізу. Жасушаларға тигізбейсіздер? Сау жасушаларға тигізбейсіз. Химия емес бұл? Химия бөлек. Тірі жасушалар әрі қарай өмір сүре береді. Сәулелі терапия. Сіздер жаңа ауруға ұшыраған клеткалармен жұмыс істейсіздер? Қатерлі ісікпен. Солай. Тек қана қатерлі ісікпен. Нәтиже бар ма? Нәтижелер бар, әрине. Ашылғанымызға бір жыл болды. 180 науқастай емделіп шықты біздің орталықта. Қазір таңда бар нәтижелер. Ол жақсы көрсеткіш қой, қошемет. 180 науқастай жазылып шықты дейді. Жақсы. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңыз болса қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Назым. Қай өңірден хабарласып тұрсыз, Назым? Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын сіздерге. Менің сұрақ қояйын деген сұрағым осы генетикалық анализ жөнінде болып тұр. Себебі 2 ай бұрын мен дүниеге ұл әкелдім. Осы ұлдың генетикалық анализ жасағанда маған 1 айдан соң ТТГ гормондары жоғары, яғни врожденный гипотереоз деген диагноз қойды. Сол диагнозды мен қайта тексерсем болады ма осы кісілердің орталығына барып? Түсінікті. Мұхтар аға, өзіңіз жауап бересіз? Енді врожденный гипотереоз деген ол қалқанша безінің жетіспеушілігі. Жаңағы алдында айтып кетті ғой? Иә, зоб. Зоб емес, бұл балада әлі зоб жоқ, бірақ сол қалқанша безі жаңағы анасының құрсағында жатқанда жаңағы тіндер мүшелер қалыптасқан кезде сол жаңағы генетикалық тұрғыда бір жерде ауытқу болды дағы сол қалыптасу процесі бұзылып жаңағы қалқанша безіндегі жаңағы гормон шығаратын жасушалар дамымай қалған.
яғни анадан беріліп тұр ғой, балаға? Анасының құрсағында болғанда ол тұқым қуалайтын ауру емес. Ол бір себебі әртүрлі болуы мүмкін. Жаңа анасы құрсақ баланы көтеріп жүрген кезде әртүрлі вирустық ауруға шалдықса, жаңағы басқадай инфекцияларға шалдықса, оның әсері болуы мүмкін. Жаңағы біздің әріптесіміз айтқандай. Бұл жерде жаңағы толық зерттеу керек. Бұл жаңа туған нәресте болғандықтан Алматыда жаңа ғылыми зерттеу балалар хирургиясы және педиатрия институты бар, немесе осы Нұр-Сұлтан қаласындағы ана мен бала ғылыми орталығында толық зерттеуден өткізіп, жаңағы онда қанның анализін тексеру керек. Сол қалқанша безінің гормондарының көлемі қандай, нақты жаңағы гипотиреоз ғана ма, соның барлығын анықтап, ары қарай қандай ем жолдарын. Мұхтар аға, сіз хабарласқан көрерменге байқаймын, бірден Алматыны айтасыз да, содан кейін барып Нұр-Сұлтандағы орталықты айтасыз. Сонда Алматыдағылар мамандар мықтырақ па? Жалпы ол кісі Шымкент болғаннан кейін ол кісіге жақын Алматы ғой. Сондықтан ол бір жерді жаңа бірінші атаған ол біреуді жоғары, біреуді төмен қойын деген емес, мақсат емес. Жақсы. Операциясыз ақта қатерлі ісікпен ісіктен арылу мүмкін бе? Бұл туралы жарнамадан соң білесіздер. Ғасыр дертінің қандай ерекшеліктерін білген жөн. Алдағы 10 жылдықта адам қандай дертке шалдығуы мүмкін екенін ертерек біле алады. Және дертіне дауа боларында генетикалық зертхана айтып береді. Біз білмейтін обырдың тағы қандай залалы бар. Сүліктің сілекейі қатерлі ісікті емдей алады. Онкологияны заманға сай әдістермен емдеу мүмкін бе? Обырды емдейтін озық технологиялар жайлы ниетте. Тікелей эфирде ниет, біз жалғастырамыз. Бүгін эфирге қоңырау шалып жатқан көрермендер өте көп екен. Қабылдап көрейік. Айта беріңіз, тікелей эфирдесіз. Алло. Иә, сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Гүлназ ханым, сәлеметсіз бе? Мен Шығыс Қазақстан облысы Айғызудан звондап тұрмын сіздерге. Айта беріңіз. Мен айтайын дегенім, мен жаңағы кішкентай осы екінші қызым туғанына бір 40-ға шыққаннан кейін осы аққан деген ауруға жаңағы душар болды. Сосын бізді жаңағы санавиация арқылы Астана қаласындағы ана мен бала ұлттық ғылыми орталығына жатқызған болатын. Қай қаладан ұшып келдіңіздер Астанаға? Біз осы Аягөз қаласынан, жаңағы Шығыс Қазақстан облысы деп айтып тұрмын ғой. Аягөзден. Түсінікті. Жағдайы қалай қазір кішкентайдың? Қазір ол қызым өмірде жоқ, енді өкінішке орай шетіне кетті, сол жаңағы аққан ауруына байланысты. Шапағатшы болсын. Сол жаңағы ұзақ уақыт емделді ме? Біз 3 айдай жаттық. 3 айдай жаттық. Біз ноябрьдің осы 2-сі күні түскен болатын, алдыңғы жылдың. Февральға шейін жаттық, көп ем алдық. Содан кейін ол бала жаңағы реанимацияда көп жатты, сосын ақырында шетінеп кетті. Енді дәрігерлердің айтуы бойынша бала әлі кішкентай болғаннан кейін организм бәрі жас, бала қабылдай алмады деді химиотерапияны. Түсінікті. Енді айтарыңыз бар ма? Мен осы дәрігерлерге бір жағынан рахметімді айтқым келеді. Өйткені көп, мысалы, қаншама бала кішкентай болса да, қаншама дәрігерлер келіп, мысалы, балаға бір нәрсе болып қалса, мысалы, медсестра сразу келіп, медсестра еще Астанада ана мен бала ғылыми орталығында жақсы қарым-қатынас жасайды. Яғни кінәңіз жоқ, артатын тек алғыс қой, айтарыңыз. Кінәміз жоқ, енді бала кішкентай болғаннан кейін қабылдай алмады, сол бар ойым. Бір жағынан солай деп те ойлаймын. Дәрігерлерді кінәлайтын да емес, бір жағынан. Көп көмектерін жасады, реанимацияда қаншама жатты. Реанимациядан да аман есен шыққан кезі болды, бірақ қайта-қайта түсіп қалды. Жаңағы сол дәрігерлердің айтуы бойынша бала жас болғандықтан, әлі кішкентай болғандықтан химиотерапияны организмі қабылдай алмады деп отыр. Рахмет. Сұрағыңызға, пікіріңізге, осы көзі көрінген сәбилеріңіздің қызығын көріңіз.
Психолог Камила ханым отыр ортамызда. Осы диагнозды естіген кезде адам қалай қабылдау керек? Естіген кезде бірінші қандай жағдай болатындығын айтып кетейін. Естіген кезде бірінші кезекте шок болады адамда. Шок болады, екінші оны олай болмайды деген оны мойындамайды, қабылдамайды. Үшінші міндетті түрде ол қаражатқа келіп тіреледі. Төртінші соны әрекеттенуге ол өзіне тастап жібереді, сенімсіздік. Бесінші соны қабылдамағаннан кейін осы ауру психологиялық тұрғыда оны үстінен басып алады, психологиялық тәуелділік пайда болады. Ал естіген кезде бірінші кезекте бізде мынандай қағидат болу керек. Мен бұны жеңемін деген ұғым болу керек. Сол жағдайға қалай жетеміз? Қалай жету керек? Себебі бірінші кезекте оған кедергі келтіретін сенімсіздік. Екінші кедергі келтіретін ол біреуді міндет қылу. Мысалы, міндетті түрде аурулар, осы ауруға душар болған науқастар дәрігерді ғана жаңа міндеттейді. Дәрігер көмектесу керек, немесе белгілі бір мамандар көмектесу керек деп. Бірінші кезектегі көмек ол науқастың өзі. Оны айтайын деген себебім, науқастың өзі қандай жағдай болмасын, соны қабылдау керек. Консерватор болмау керек, былайша айтқан кезде. Екінші кезекте айналадағы нәрсеге шынайы сеніммен қарау керек. Үшінші кезекте міндетті түрде мынау айналасындағы адамдар пессимист болатын болса, үнемі жағымсыз әңгімелер айтатын болса, ондай ортадан шығу керек. Жағымды ортаға қарай жаңа бет бұру керек. Үшінші мәселе, айналасындағы адамдар мен аяс екен, маған жанаш екен деген осы санадан алып тастау керек. Сонан кейін көп жағдайда бұл ауруды психологиялық тұрғыда қалай емдеген? Мына күлкі терапиясы деп айтады. Мынау Жапон мемлекетінде жаңа Ерлан мырза айтып отыр ғой, Жапон мемлекетінде бұл өте жақсы дамыған. Осы күлкі терапиясы арқылы көп аурудың жаңа шешімін тапқан. Және де ауырмастан бұрын ауруға душар болғаннан кейін өзін бірден қолға алу керек. Жақсы осындай аурулардан қандай жеңіске жетті деген кітаптар бар қазір, психологиялық. Сол кітаптарды оқу керек, қалай жеңіске жетті, осы аурудан қалай арылды. Екінші мәселе, таңертеңгісін тұрған кезде су ішсін, шай ішсін, тамақ ішсін, соны рахаттанып, ләззатпен, бұл маған бір күш береді, қуат береді деген жақсы көңіл күймен ішу керек. Үшінші мәселе, айналадағы адамдарды кінәлаудан арылу керек. Себебі неге менде ғана осы ауру болды, неге мен ауырдым, неге басқалар ондай емес деген ұғымды алып тастау керек. Себебі осындай ұғымның өзі тәуелділікке әкеп соқтырады. Және оның жаңа шешім табуға ол алдыға қарай ұмтыла алмайды. Жақсы көңіл күй сыйлай алмайды. Түсінікті, жақсы. Және де бір айтып кететінім, жаңа айтып отыр ғой, радиация деп отыр. Радиация тек қана болған радиацияға әсер етпейді. Аурудың міндетті түрде алдын алу керек. Бір мысал келтіріп кетейін. Мына Индия мемлекетінде осы обыр аурумен ешқашан ауырмайды екен адамдар. Төменгі пайызды көрсетеді. Неге деген сұрақ? Жаңа психологтар біз өзімізді зерттеу бір тренингке барған кезде осыны зерттетті. Сонда ол кісілер осы сәт қазіргі уақыттан ләззат алады екен, қанағат қылады. Және де біреуді кінәламайды. Ол мен осылай берді, менің өмірім осылай болды. Тек қана сол нәрсесіне, әрекетіне, көңіліне, өміріне риза болады. Сосын бұл бір жақты ғана ем болмау керек. Психологтар әлеуметтік аспекті, психологиялық аспекті, физикалық аспекті, сонымен қатар рухани аспекті дейміз ғой. Бәрі кешенді түрде болмаған жағдайда бұны ешқандай жаңағы несіз, дәрісіз емделген адамдар болды. Сол үнді елінде мысалға кедейшілік өте сондай жоғары деңгейде, дей тұрғанмен. Бірақ қанағаттанады. Мен осы ауруды Гүлназ ханым айтып кетейін, ешқандай дәрісіз, ешқандай химиотерапиясыз емдеген менде жаңа клиент болды, екеуі де педагогтар. Сонда қалай емделді ол кісілер? Жаңағындай өздерін өздері қолға алып, міндетті түрде жаттығулар жасады, кинезиологиялық жаттығу деген бар. Міндетті түрде таңертеңгісін, кешке ол адам ерінбеу керек. Мен ауырдым, сосын екінші мәселе оған қандай кедергі келтіреді? Ауырғаннан кейін мен адам болмаймын деген ұғымды алып тастау керек. Мен бітті болды, соңғы күндерім ғана қалды деген санадан алып тастау керек. Ал адам күрескен кезде ғана бар, ол міндетті түрде өзі көмектесе алады. Жақсы көңіл күй, жақсы көмектеседі міндетті түрде. Музыка тыңдау, жақсы көңіл, табиғатты. Сосын ойында адамның өзі ғой, өз-өзіне жасайтын психологиялық бір жаттығулар арқылы. Сол міндетті түрде өзі көмектеспесе, туған туысқандары, бауырлары, жанындағы адамдары, жақындары, олар да көмектесу керек. Олар көмектескенде қалай көмектеседі? Сосын дәрігерлер де қазір бетің бар, жүзің бар демейді, сен
обыр көп, не көп, обыр көп дейді да, сен аурусың деп бетіне айта салады. Көп жағдайда аяушылық сезімнен көрі, соны жігерлендіреді, мотивация дейді ғой. Сенің қолынан келетін бір жақсы қасиеттерін айта отырып, және де сол адамдармен жақсы әңгіме құра отырып, дәрігерлер өте мықты психолог болу керек. Оның көңіліне қарап емес, мүмкіндігінше қолда көрсететін жақсы әңгімелер айту керек. Бердібек мырзадан сұрағым келіп отыр. Сіз 4-ші сатыда науқастарға операция жасап жүрсіз, е? Көбіне енді жазылып кеткендері бар арасында, е? Аяғына тұрып, психологиялық мынау факторлар әсер ете ме? Сол жазылып кеткен науқастарға. Мысалы, басынан бастап біз айтқан болатынбыз, адамның депрессивный состояние дейді, сол иммунитет төмендетеді. Және психология келген жағдайда. Депрессивный состояние жаңағы иммунитет төмендеткеннен кейін, иммунитет төмен түскеннен кейін ауру өршиді. Сондықтан біз жасаған ем дұрыс шипа болмайды, қабылданбайды. Сондықтан біз әр дәрігер ол психолог. Әртүрлі мысалы әр дәрігер психолог болу керек. Ол жәнегі науқасқа тырысу керек, жәнегі жылы сөйлеу керек, көңіл күйін көтеріп, жылы сөйлеп, оған үміт беріп. Соның бәрін мысалы науқас қабылдаған кезде ол алған ем әлде қайда жоғары сатыда басып тастамай, керісінше жерлендіру керек дейсіз ғой. Әрине, мысалы жаңа біз айтып отырмыз ғой, неше түрлі тәсілдер бар қазірде. Мысалы және томотерапия туралы айтылған болатын. Ем жүргізіп жатырмыз деп біз соған бір дәлел бар. Ол кісілер операция жасағаннан кейін, және томотерапия жасағаннан кейін өңештің ісігі. Біз операцияға алдық. Операцияға жасап, жәнегі ота жасап, жәнегі ісікті алып тастаған жерді зерттеген кезде, жәнегі ісік зерттеуде табылмады. Лучевой патоморфоз дейді. Сонда әсер болып тұр ғой, томотерапия. Сонда томотерапия және өңешті жазып жіберген. Тамаша нәтиже, жақсы. Рахмет. Келтіріп кетейін, себебі мына киімге де қатты мән беру керек, киімнің түстеріне. Осы обыр аурумен ауырған адамдар мүмкіндігінше мына қара, өте қоңыр, ауыр түстерді мүмкіндігінше қолданбау, ашық жарқын түстерді күнделікті ауыстырып отыратын болса, оның өзі адамның көңіл күйіне қатты ықпал етеді. Жақсы ақпарат. Сонымен тағы бір қосатын сөзім бар. Және мына ханым психолог айтып кетті ғой, бір-екі кісі дәрі емделіп кетті деп. Бірақ ондай үміт беріп керек емес. Ол психотерапия тек қана психология қосымша болу керек. Өйткені қазір біз халыққа айтсақ, анау дұрыс сөз, анау немен науқас жазылып кетеді деп, ол дұрыс болмайды. Өйткені ол психотерапия, психология тек қана қосымша болу керек. Рахмет, жақсы. Орта Азия бойынша тек Қазақстанда ғана қолданылатын хайфу терапиясы бар. Дәл осы әдіспен басқа мемлекеттерден келіп емделетін шетел азаматтары көп екен. Бұл әдістің ерекшелігі не? Осыны біліп алу үшін келесі кейіпкерімізді студияға шақырайық. Төрлетіңіз. Досжан мырза. Сәлеметсіз бе? Ерлан мырзаның жанына жайғаса қойыңыз. Әуелі сіз туралы ақпарат біліп алайық. Қытай ұлттық медицина университетінен білім алған. Соның артынан осы Чунчин Хайфуға барып, ана осы жерден осыған қатысты білімдерді толықтап, осылай қарай келдік қой. Біздің үйдегілердің барлығы медицина кәсібін оқыған. Бір жағынан кішкене кезімізден бастап қызығатынбыз. Оның үстіне артынан сол Қытайдың өзіне ішкі жағына барғаннан кейін, мысалы, жаңа технологияларды көрдік, қандай жұмыстар бар екен. Оның үстіне біздің мектептерде форумдар өтіп тұрады. Әрқандай осындай неменелерге қатысты. Сол кезде осы қызықтық енді. Мақсатсыз өмір, бекер өмір ғой енді. Мақсатымыз осы салада мысалы жақсырақ нәтижелерге жетсек деп ойлаймыз. Енді қазағымыз ауырмасын дейміз ғой бастысы. Мысалы біз енді негізі медицина саласында ауырып, еміздегенше ауырмайтын жол іздеу керек. Сондықтан мысалы халықтарға, мысалы өзіміздің қазақтарға айтарымыз, мысалы өте асқынып кеткенде емес, алдын ала медициналық тұрғыда сауатты түрде тексеріліп тұруға айтатын едім енді. Енді еліміздің, қазақтардың, отанымыздағы барлық қазақстандықтардың денсаулығы үшін енді біргісілік үлесімізді қосамыз деп сенеміз. Орта Азияда хайфу терапиясы тек Қазақстанда ғана бар екен, бізде? Бұл қандай әдіс? Негізі бұл ультрадыбыстық шоғырландыру технологиясы негізі 1942 жылы Америкада хирургияға қолдануға ұсынылған. Арада неше 10 жылдық зерттеулер мен тәжірибелердің арқасында 20 ғасырдың 90 жылдарынан бастап бұл клиникада қолданыла бастады. Мысалы, Қытайдағы ең алғаш 1997 жылғы
Қытайдың өзінің халық азаттық армиясының 307 деген клиникасы бар. Осыда мысалы бірінші ретке осы GC деген қазіргі технология бойынша солардан медициналық клиникалық сынақтардан өтіп қолданылған. Жақсы, енді бізге түсінікті тілмен айтсақ, иә? Не ол хайфу терапиясы? Ол қалай әсер етеді обыр ауруымен ауырған адамға? Қайдан Мәселе келген бәріміз бала кезімізде негізінде дөңгелек линза бар ғой. Күннің сәулесін бір жерге шоғырландырып, қағаздарды өртеп көрдік. Иә. Бұдан негізі солмен ұқсас тәсіл. Ультра дыбыс толқынның мысалы өзіндегі ерекшелігі ол шоғырландырғыштық. Екіншіден ол денелерден өткізгіштік қасиеті жақсы. Негізі осы тәсілдерінен пайдалану арқылы сол мысалы адам денесіндегі мысалы өспелерге, рак клеткаларында болатын болса, сол мезетте сол жалғыз мысалы бір нүктенің температурасын 65-100 градусқа жоғарылатуға болады. Сол арқылы сол жерде клетканы өлтіруге, қатыруға. Сол томотерапиямен ұқсастығы бар сияқты, иә? Хайфудың? Біраз ұқсастығы бар енді, бірақ олар мен лайнан толық бірыңғай деп айта алмаймыз енді. Екеуінің мысалы сетілу тәсілдері, қолданатын амалдары. Біздікі сәуле емес, біздікі ультра дыбыс толқыны. Толқындармен? Иә. Жақсы, импульстар арқылы. Солай ғой? Иә, ультра. Сосын ол ауруға қалай әсер етеді? Нүктеге ауырып тұрған? Жоқ, мысалы ол былай ғой. Мысалы адам денесіндегі, мысалы өспелер болатын болса, оларға негізі энергия беріп тұрған, мысалы маңайындағы ұсақ қан тамырлар. Одан қайтып, содан энергия алады. Ол сол арқылы үлкейеді, болмаса басқа жаққа қарай өту мүмкін. Ал біз тек соны әр қайсының өзінің мысалы бағдарлама арқылы компьютерлік. Оның мысалы көлемін, қай жерге орналасқанын барлығын алдымен тексереміз, көреміз, сол арқылы сол жерге, сол өспеге толық УЗИмен көріп отырып, сол жерге тек нүктелік арқылы сол жерді клеткаларын өлтіреміз. Яғни блок қояды? Блок қоймаймыз, мысалы ол күйіп кетеді ғой. Мысалы бір жерге мысалы сол сәтте бір секундтың ішінде температура 60-100 градус аралығына шейін көтеріледі. Сол кезде ол жердегі клеткалар өледі ол. Жақсы. Қай стадияда бұл жаңа сіздің әдістің көмегі бар? 4-ші стадияда бар ма көмегі? Негізі бізде мысалы өспелердің мысалы үлкендік кішілік жағына қарай біз талғамаймыз. Бұның мысалы бірден бір артықшылықтары, ол мысалы пышақ істетілмейді, қан шығылмайды, екінші қалпына келуі тез болады науқастың. Негізі бізде мысалы қазір бұл осы әдіс арқылы мысалы бауырға, ұйқы безіне, маткеге, омырау безіне, сүйек безіне ем жүргізуге болады. Мысалы біздің өзіміздің клиниканың орталықтың... Қандай ауруларға болмайды? Бұл мысалы газ шығады, мысалы ішек асқазандарға болмайды, мысалы адамның бас сүйегіндегі өспелерге болмайды, мысалы омыртқа, белдемедегі, нервтік жүйеге жақын сүйектердегі өспелерге ем жүргізуге болмайды. Жас талғамайды? Жас талғамайды емес, негізі пациенттің барлығы талдау керек. Балаға, үлкен ересек адамдарға барлығына қолдана бересіздер? Мысалы клиникасының барлығы дұрыс болатын болса, қолдана береміз. Сау жасушаларға зақым келмей ме? Мысалы сау жасушаларға ол зақымы келмейді. Өйткені оны тек сол зиянды клеткаларға сол кезде мысалы сол зиянды клетканың өзінде ғана болады. Қалған сау клеткаға ешқандай зиян болмайды. Осы әдіспен емделу үшін шетелден азаматтар келіп жатыр екен бізге? Иә. Қаншалықты рас? Мәселе... Қай жақтан келіп жатыр? Бізге Өзбекстаннан келетін кісілер бар. Өзбекстаннан келіп емделіп қайтқан кісілер бар. Одан осы Ресей жақтың бір кісілер келіп емделіп кеткен. Мысалы бұл аппарат қазір негізді дүние жүзінде 53 мемлекетте бар. Сол Қазақстан 2010 жылы 13-ші осы технологияны кіргізген. Бұл мысалы қазір өзіміздің көршілес Ресей мен Қытайда бар. Одан қалатын болса Еуропада Германия, Италия, Испания қатарлы мемлекеттерде бар. Мысалы оңтүстік Азия жақта мысалы Малайзия, Тайвань, Гонконг, Жапон, Корея. Жақсы. Енді осы хайфу әдісімен ем қабылдап, толық айығып кеткен науқастар бар ма елімізде? Бар. Қанша пайыз? Көрсеткіш. О жағын толық зерттеп көрмепті. Статистикалық мәліметтерді білмейсіздер, иә? Бірақ жазып кеткен кісілер бар. Құрметті көрермен, әнекей шетелдің өзі іздеп келіп, осы хайфу әдісімен
құлан таза айығып кетіп елдеріне қайтып жатқандар бар, Өзбекстан елінің азаматтары біздің елде де бар дейді. Сондықтан біздің осы ұлттық онкологиялық орталық жаңа әдістермен, тың техникалармен жұмыс істейді, және де біздің науқастарға көмегі бар. Әңгімемізді шағын жарнамалық үзілістен соң жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тікелей эфирде ниет, біз бүгін онкология тақырыбын қозғап отырмыз. Құрметті көрермен, сіз амарант май туралы естуіңіз бар ма? Біраз уақыт бұрын студиямызға келіп, жылыжай шаруашылығы жайлы әңгіме қозғаған Ерсұлтан Әбдіраман амарант май туралы тың ақпарат беріп еді. Бүгінгі тақырыпқа сай біз Ерсұлтанмен осы май жайлы тағы бір сөйлесіп көргіміз келеді. Ерсұлтан, сәлеметсіз бе? Ой, даусыңыз шықпай қойды ғой. Енді сөйлеп көріңізші. Естілді ма? Мінекей естілді. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Өткенде хабарымызға келіп қатысып кеттіңіз. Амарант май туралы шет жағасын айттыңыз. Енді бірақ хабар ол туралы болмағаннан кейін, бүгін мінекей өзіңізбен тереңірек осы амарант май туралы білсек деп байланысқа шығып отырмыз. Амарант майын жабық әдіспен өсірдім дедіңіз. Осы жайлы айтып өтіңізші. Қандай? Баршаңызға қайырлы күн, ұлттық арна көрермендері. Біз амарант өсімдігін қазір осы оңтүстік аймақта алқаптарда өсіріп эксперимент жұмыстарын тағы да бастап кеттік. Араға 1 жыл салып, осыдан 3 жыл бұрын бастаған болатынбыз. Қазіргі кезде амарант өсімдігінің науқаны болып жатыр. Мына өздеріңіз көріп отқандай, мынау амаранта өсімдігі. Арнайы осы Европадан алдырған болатынбыз тұқымы. Қазіргі кезде бұл біздің Қазақстанның климатына жақсы үйренді. Енді Құдай қаласа бұл амарант өсімдігін келесі аптада осы Москваға жіберетін боламыз. Оның құрамындағы сквален майының пайызын анықтауға. Жақсы. Ерсұлтан, бүгін біздің тақырыбымызды білесіз ғой енді, онкология туралы сөйлесіп отырмыз. Мына жерде жиналған сарапшылармен, кейіпкерлермен осы қатерлі ісікті жеңуге қаншалықты көмегі бар амарант майының? Қатерлі ісікті жеңуге бұл кореялық, япониялық ғалымдармен анықталған болатын. Бұның құрамында ерекше микроэлементтерден бөлек сквален деген майы бар. Бұл сквален май мына рак клеткалары болады ғой. Адамда сол рак клеткалары 1-ші, 2-ші, 3-ші стадиядағы пайда болып жатқан кезде бұл рак ауруларына бірден-бір емдік қасиеті бар осы сквален майы. Қазіргі кезде осы бойынша тереңірек жұмыс жасап жатырмыз. Құдай қаласа осы келер жылы нақты осы Қазақстанның амарант өсімдігінен барлық өндіріс жоспарын бастаймыз. Қай өңірде өсіресіздер? Оңтүстік аймақта осы Қаратаудың етегінде Түлкібастан бастап осы Жаңақорған өңіріне дейін өсіреміз. Себебі сол өңірде ғана, сол жерлерге ғана эксперимент жасадық. Ол жерде ғана жақсы үйреніп жатыр бұл өсімдік. Басқа жерлерде онша шықпай жатыр. Түсінікті. Бұны профилактика үшін де ішуге бола ма? Профилактика үшін бірінші кезеңде 50 сантиметр өскен кезде бұны шай есебінде жапырақтарын теріп алып ішеді негізі. Бұл да мына жаңағы керек емес жаңағы майлар, артық нелер. Сосын бұл айналып келгенде бұл сквален майы айналып келгенде осы рак клеткаларын болдырмауға бірден-бір мықты ферменттер. Түсінікті. Ерсұлтан мырза, рахмет енді. Ерсұлтан енді бізде бұл өсіруші ғанаға өндіруші, Мұхтар мырза, енді сіз дәрігер ретінде айтып кеттіңіз, осы сквален майы расымен пайдалы ма? Біздің беріп жатқан ақпаратымыз дұрыс па көрерменге? Енді шын айтса мен бұл май туралы да, жалпы бұл өсімдік туралы да бірінші рет ақпарат естіп отырмын. Солай ма? Жапон ғалымдары қолданып жатыр дейді. Көп бағыттарда зерттеулер жүріп жатыр. Жаңа Ерлан мырза айтқандай. Ерлан мырза, мүмкін сіз білерсіз. Жан-жақта зерттеулер бар. Бірақ бұның емдік қасиетін анықтау үшін, оны дәрілік зат ретінде қолдану үшін халықаралық
көп орталықтарда тексерулер, жаңа зерттеулер өту керек. Содан кейін бар, оған уақыт керек. Оған талай ондаған жылдар кетеді. Ақ тышқан бола ма, қара тышқан бола ма, басқадай жаңа өсімдіктер бола ма, ол бір бөлек. Бұл жерде жаңа сол зерттеулердің қорытындысы бойынша нақты шешім шығарылады. Жалпы мына химия терапия дейді, химия терапиялық дәрі-дәрмектің барлығы улы шөптердің тамырынан, жапырағынан немесе басқадай бір бөлігінен жасалады. Негізі сол улы шөптердің негізінде жасалған дәрілер, химия терапияның дәрілері. Сондықтан бұл да сондай бір қасиеті бар шығар, бірақ жалпы жаңағы психология тұрғыдан болсын, ем болады деп жаңағы бір қасық су ішсе де адам жаңағы өзінің денсаулығына пайда алады деп ойлаймын. Дұрыс аға, рахмет. Біздің елімізде қатерлі ісіктің алдын алу үшін скринингтік тексерулер ұдайы өткізіліп тұрады. Егер халық сол тексерулерден уақытылы өтсе, ауру асқынып, дертінің емін іздеп сандалмас еді. Енді біз келесі кейіпкерімізді студиямызға шақырып алайық. Елімізде онкологияны зерттеп жүрген ғалымдар аз емес. Оның бір сыпырасы алдарыңызда. Студиямызға келетін соңғы кейіпкеріміздің жасы 18-де. Ол өзінің зерттеуінде сүліктің сілекейін қолдана отырып, қатерлі ісікті 2 аптаның ішінде 35%-ға азайтқан. Әйгерім бүгін біздің студияда қонақта. Қарсы алайық. Кіре қойыңыз, Әйгерім, мына жерге келіңізші. Әйгерімді ортамызға алайық. Сіз туралы ақпарат көріп алайық. Қатерлі ісіктен айығу мүмкін бе? Осы сауалға жауап іздеген жас ғалымдардың қатары көбейіп келеді. Солардың бірі Әйгерім Құрманбайқызы. Өзінің зерттеуінде сүліктің сілекейін қолдана отырып, қатерлі ісікті 2 аптаның ішінде 35%-ға азайтқан. Әйгерімнің айтуынша, сүліктің сілекейінде 120 биологиялық белсенді зат, 76 фермент және 20 амин қышқыл барын ғалымдар дәлелдепті. Сол кезден бастап, сүлік мен үшін тек жай құрт емес, нағыз дауаға таптырмас жаратылыс болып көрінді дейді жас ғалым. Әйгерімнің арманы Нобель сыйлығының иегері атанып, ғалым зерттеуші болу. Әйгерім, сенің жасында сүліктің сілекейі тұрмақ, жаңа алманың ішінен шыққан құрттан қорқып жүрген кезім есіме түсіп тұр енді. Бұндай ақпаратты қайдан алдың? Сүліктің пайдасын, сілекейінің? Мен дәрігер отбасынан шықтым. Анам дәрігер, гинеколог, герудолог Жанна Жанқызы. 30 жылдық тәжірибесі бар. Осы герудология саласында 10 жылдан астам жұмыс жасайды. Мен сүлік туралы көп ақпараттарды кітаптардан оқыдым, мақалалардан оқыдым. Содан соң бізде анам екеумізде ой туындады. Осы қатерлі ісік адамдарға қалай әсер етеді екен, қатерлі ісікпен ауыратын адамдарға. Соны зерттеу үшін біз менің менторым Дамел Мектепбаева мен Назарбаев университетінде ғалымдармен бірлесе отырып тәжірибе жүргіздік. Тәжірибе нәтижесі өте жемісті болды. Біз өте жақсы нәтижелерді көрдік. Шынымен де концентрацияға байланысты сүліктің сілекейі қатерлі ісікке қарсы әсер ететінін білдік. Сонда анаңыз әсер етіп тұр ғой, сол кісінің жұмысы? Сол кісімен бірлесе отырып, бұл жалпы менің идеям еді. Анам әрдайым мені қолдайды. Түсінікті. Енді сіз тәжірибені негізі қатерлі ісік жасушаларына жасап тұрсыз, иә? Дәл солай. 2 аптаның нәтижесін көрдік. 35%-ға азайды, яғни. Концентрацияға байланысты. 1 айдың нәтижесі болды ма? Жоқ, біз ондайды әлі жасамадық. Өйткені ол мен оқуыма байланысты болды. Және де қазір біз осы жобаны жалғастыру мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Назарбаев университетінде тәжірибе жүргізіліп жатыр. Ол бірнеше сатылардан өтеді. Біз өйткені біз қатерлі ісікті өсіру керекпіз. Содан соң сүлік сілекейін алу керекпіз. Оның тәсілін біз Қазақстанда ең алғаш рет менің менторыммен ойлап таптық. Бұл үлкен жаңашылдық. Ал содан кейін осы процесті жасау, экспериментті жүргізу бізге уақыт қажет болды. Сіздің осы зерттеулеріңізді әрі қарайда дамытып, препарат ретінде қолдануға бір мүмкіндік беретіндей инвесторлар болды ма? Жоқ, әзірге таңда болған жоқ бүгінгі күні. Сіз Дубай қаласына оқуға түстіңіз, Иә, дәл солай. Не себепті? Дубай өйткені жылы жер, біріншіден өзіме ыңғайлы, ал шетелде оқығым өзімді көргім келді.
Сізге ыңғайлы екен ғой. Мен жылы жер сүліктерге ыңғайлы ма деп ойлап қалдым ғой. Жақсы. Дұрыс тамақтану туралы әріптесім Мәдина Дүйсенбаева дайындаған бейнесюжетті көріп алайық. Ас адам нарқау, алайда пайдасына көрі зияны зор тағамдар жетіп артылады. Әдетте ондай тағамдарға кішкентай бүлдіршіндер құмар. Бүгін мен 5 жасар інім Ақжігітпен дүкенге барамын. Мұндағы мақсат бұның талғамына шектеу қоймай, қалаған тағамын алып беру. Кейін ол тағамдардың қаншалық зиян екенін тексеріп көреміз. Чипсы, қытырлақ нан, газды сусындар мен кәмпиттердің құрамында жиі кездесетін Е621, Е627, Е631 эмульгаторлары дәмді және иісті күшейткіштер. Әдетте, адам организміне энергия бергенімен зиян тұстары да жетерлік. Мәселен, Е621, яғни натрий глутаматы аллергия шақырып, көру қабілетін нашарлатады дейді мамандар. Е627 натрий гуанилаты мен Е631 натрий ионизаты қан қысымының қызметін бұзып, асқазан ауруларына әкеп соғады. Аталған эмульгаторлар әсіресе бала ағзасына қауіпті. Е951 аспартан синтетикалық тәттілендіргіші қантты алмастыру үшін пайдаланылады. Сағыз, йогурт, кәмпит, газды сусындардың құрамында бар. Алайда зияндылығы қанттан да жоғары. Бұл синтетикалық тәттілендіргішті сілекей ферменттері қорыта алмайды. Соның салдарынан бүлдіршіндердің сол тағамдарға тәбеті тартып тұрады. Қазақ қайсан күлкінішті болады. Мысалы, тоқ ішекке, кішекке ең жаманы қызыл ет. Қызыл ет дегеніміз сиырдың еті, қойдың еті, жылқының еті, ең жақсы ақ ет. Жеген тамағымыз, любой тамағымыз қорытылады ғой. Именно қызыл еттің химиялық ең соңғысы субстанциясы химиялық өте жаман. Индоускатол дегендер. Соның құрамы көп болады да сол себептен. Бала жеп жүрген чипсы сияқты өте жаман нәрсе. Енді бұндай зиянды тағамдарды жаңа біз көрген, мүлде жеме деп балаларға да айта алмаймыз, арасында өзімізде қызығып жеп қоямыз. Енді шамадан тыс мөлшерде жеуге болмайтын шығар. Мамандар не дейді? Мұхтар аға. Жалпы жаңағы дүкеннен сатып алған тамақтардың ішіндегі қоспалар көп. Ол қоспалардың екінші бір көп айтылмайтын теріс әсері, ол балада болсын, үлкен адамда болсын, құмарлыққа, жаңағы глутамат деген адамды құмарлыққа тартады. Сондықтан адам жаңағы соған үлкен адам болсын, бала болсын, соған көңілі бұрылып, соны жегісі кеп тұратын содан. Енді зияны жаңағы тәтті, өзіңіз дұрыс айттыңыз, мөлшерден тыс не нәрсе болса да артық нәрсе, жаңа маңдай жарат дейді ғой, сол сияқты не нәрсе артық болса ол дұрыс емес. Сондықтан енді дүкенде сатылғаннан кейін жаңа айналымда болғандықтан оған толық жаңағы тосқауыл ешкім қоя алмайды. Бірақ мөлшерінде болу керек, азырақ болу керек. Жаңағы табиғи өзіміздің жаңағы сүт, май ірімшігіміз біздің жақсы нанымыз болса, сол ең пайдалы тамақтар деп ойлаймын. Енді жаңа қызыл ет, ақ ет деген нәрсе, ол енді тағы да философиялық тұрғыдан келу керек. Жалпы тамақтың әр түрлерін пайдалану керек. Дұрыс. Бердібек мырза, осы біз көп естиміз соңғы кездер лимонмен, ас содасымен осы қатерлі ісікті емдеп жатыр деп. Осыған келісесіз бе? Рас әсері бар ма оның? Оған келісілмейміз. Неге? Өйткені бұл дәлелдемеген біраз адамдардың несі ғой, пікірі. Ол дүние жүзінде бұндай емдер дәлелденбеген, сондықтан оны қолдануға болмайды. Психология кетіп отыр ғой, егер де адам өзін қандай да суды дәрі деп ішетін болса, мен осыдан жазыламын деп. Міндетті түрде ол оған ықпал етеді, әсер етеді. Сол себептен жаңағы ас содасы менен лимонды, ол мен осы ауырма ем болады, жазыламын деген өзіне жаңағы установка қояды. Сол себептен ол оған әсер етеді. Кез келген нәрсе адамның ойынан, түп санадан тұрады ғой. Сондықтан ойды, сананы түп сана басқарады. Сондықтан түп санада қалай ол өзін сезінеді, жақсы болса, жағымсыз эмоцияны жағымды эмоцияға алып баруға былайша айтқан кезде. Сондықтан кез келген нәрсенің өзінің жетістігі болады. Жақсы, түсінікті. Қазір біз қоғамдық сауалнама жүргізіп көрдік, соның нәтижесін білейікші.
ешкім бармаған деп жатыр. Енді бізде режиссеріміз уақыттың тығыздығына байланысты ол бейнематериалды көрсете алмайтынымызды айтып отыр. Мұхтар мырза, скринингтің осы неге халық өтпейді, тегін тұрған нәрсеге бармайды? Жалпы скрининг деген түсінікті айтып кетейін қысқаша. Ол ауру, жаңа әріптестерім айтқандай, белгі бермей бастапқы сатысында ауруды анықтау. Жаңа түсінігі солай, скрининг деген. Скрининг деген одан жаппай бір топтағы адамдарды тексеру. Жаңа айтылып кетті ғой, 30 пен 70 арасында, 40 пен 70 арасында, 50 мен 70 жастағы адамдардың арасында. Ол неге етіп таңдалған? Дәл сол жастарда, сол жас аралығында ол жаңа обырға шалдығу жиі кездеседі. Сондықтан ол халықаралық практиканың, жаңа халықаралық тәжірибенің негізінде жасалған сараптама. Ол бір. Екіншіден, әр адам өзінің денсаулығына өзі жауапты. Бізде мемлекет тарапынан жауапкершілік өте көп алынған. Мысалы, дәрі-дәрмекпен тегін жаңағы скрининг те бар оның ішінде. Скрининг толық тегін. Мысалы, шетелдерде көп скринингтер тегін емес. Дәрі-дәрмектің ішін алсақ, осы онкологияда қолданатын дәрі-дәрмектің Еуропадағы жаңа дамыған елдердің ішінде 20%-ін мемлекет өтейді, 80%-ін ауырған адам өзі төлейді. Бізде 100% жаңағы өте қымбат дәрілерді мемлекет тарапынан төлейді. Ондай мүмкіндікті расымен біздің халық пайдалану керек қой. Соны біз бағалауымыз керек. Ал ол дәрілерге жүгінбеу үшін алдын ала тексеріс өту керек. Өзінің тұрғылықты емханасында жылына бір рет барып, өзінің денсаулығына көңіл бөліп, жаңағы адамның денсаулығы енді тірі жан дейді ғой, ол көңіл бөлсе, соған жауабы да дұрыс болады, организмнің, ағзасының. Сондықтан жаңа адамның ортасы, жаңа ауруға шалдыққан адам, мысалы, үш нүкте, аурудың өзі, ауырған адам дәрігер, үш нүкте. Егер ауырған адам ауруға беріліп кетсе, онда дәрігер жаңғыз қалып қояды. Екеуі басын көтереді. Яғни бірігіп жұмыс істеу керек. Сонда дәрігер мен сырқат адам бірігу керек, сонда ауруды жеңеді. Одан ортасы бар. Туған туыстары, жаңа өзіңіз айтқандай бауыр апалары деген сияқты, достары. Солар бәрі бірігіп, жаңағы ол кісіге көмекке келу керек. Обыр диагноз қойылған адам бүгінгі күні өліммен теңеуге болмайды. Ем бар. 10-20-30 жыл өмір сүрген адамдар бар біздің емнен кейін. Рахмет аға. Бүгінгі бағдарлама ғасыр дертіне айналған онкология тақырыбына айналды. Аурудың бас көтеруіне биологиялық, химиялық, физикалық факторлардың әсер ететінін білдік. Бүгінгі бағдарламадан қатерлі ісік жайында біршама тың ақпарат алдыңыз деген сенімдеміз. Құрметті көрермен, өз жасыңызға сай скринингтік тексерістен өтіңіз, және ол тегін ғой елімізде. Әркім өз денсаулығына жауапты екенін ұмытпайық. Ниет бізден, амал сізден болсын.